Сәлем достар, бүгін сіздермен үйдегі бар заттан дайындалатын донердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Донерге қажетті заттар: лаваш, капуста, помидор, қияр, пияз, кетчуп, майонез. Мен бауыр қолдандым. Сіздер үйде қандай ет бар, соны қолдансаңыздар болады. Етімізді жұқа қып турап, табаға кішкене май құйып, етімізді салып, дәмдеушілерді саламыз да жақсылап қуырып аламыз. Қиярды тураймыз. Помидор тураймыз. Капустаны осылай жіңішке қып тураймыз. Пиязды тураймыз. Енді кетчуп майонезден соус дайындаймыз. Кетчуп майонезді осылай ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Неке лавашымызды осылай жайып, бірінші етімізді саламыз. Соус саламыз. Капуста саламыз. Соус саламыз. Енді помидор, қиярды саламыз. Пияз саламыз. Соус құямыз. Енді ораймыз осылай. Екіншісінде дәл солай жинап, орап аламыз. Лавашымызды орап алдық. Енді қызып тұрған табаға донерімізді саламыз. Барлық жақтарын осылай айналдырып отырып, қызартып аламыз. Неге көріп тұрғандарыңыздай біздің донеріміз дайын болды. Сырттарын көріп тұрсыздар, әдемі болып қызарып, қытырлап шықты. Іші деген енді прям сочный, дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеома лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.